есебімен тізе бүктірді. Қарымта ойын бар алдыда, бірақ Барселона қазір әйелдер арасындағы ең мықты командалардың бірі екенін жақсы білеміз. Сол онада байқасаңыздар, МЮ-дің жанкүйерлері толы. Осы маусымда МЮ-дің екі команда арасындағы алғашқы ресми ойын. Ендеше тарихқа енетін матч баста тамашалауға мүмкіндік алдық, дегенмен мына бір берілген пас қауіпті болатын секілді. Немістердің әрбір ұмтылысы қазір қауіпті болып жатыр. Соққы және қарбалас тағы да тепті. Бұл жолы қорғаушылар қайтарды. Тағы да бір шабуыл ұйымдастыруға болады Баварияға. Қазір бұл жақта Франциско кетке кет деп айтатын кім бар екен? Сонымен айбалаңына берілген пас. Бұл жерде бұрыштама жоқ. Өте таза ойнады бұл жерде. Ал қазір міне Манчестер Юнайтедтің шабуылы. Қақпаға бағытталған соққы болып кетті бұл қазір. Уэй және 15-ші нөмірлі Бернадетте, нөмірлі Ниса Нольсун, 20-ші нөмірлі Хината Миядзава жақын. Джойс, қорғаушылар сол қапталда 12-ші нөмірлі Фридолина Рольфе, оң қапталда 5-ші нөмірлі шабуылшы 24-ші нөмірлі Леа Шюллер. Қазір міне Баварияның мүмкіндігі, соққы және гол! Бар жоғы екінші минутта қазір есеп ашты. Мұнаны қараңыздар, қонақтар қарымта шабуылды жіберіп алды. Қараңыздар. Бұл Бавария сапында көзге түскен 21-ші нөмірлі Пернеле Хардер. Даниялық шабуылшы міне ешқандай да офсайд жоқ. Бұл жерде команда капитаны тизер жіберіп алған қарсыласын және қызық көрінеді. Әуелете берілген пас және соққы. Тағы да бір рет тепті, биік кетті. Мінекей, бұл МЮ-дің бүгінгі ойында осы Чемпиондар Лигасындағы 6-шы голын салды. Ал міне Манчестер Юнайтедтің шабуылы, бірақ қазір тепкізбеді. Пернеле Хардер биылғы маусымда Манчестер Юнайтед командасының бас бапкері. Шабуылынан кейін қазір әңгімемізді түйіндейтін боламыз. Қақпашы шабуылдың жаңа толқыны. Фол бар. Айбалар 7-ші нөмірлі ойыншы қазір бірден соққы жасауына да мүмкіндік бар. Осы нүктеден бірақ әуелете пас асырды. Ал споршқа қара қызығы бірақ ойында ғана гол жіберген. Міне Манчестер Юнайтедтің шабуылы. Айбалаңына енді қақпаға соққы жасайтын мүмкіндік бар. Бұл пенальти. Баварияның қақпасына қазір испаниялық бас төреші 11 метрлік айып добын белгіледі. Бұл жерде кімнің қолына доп тиіп кеткенін қазір анықтайтын боламыз. Бұл МЮ үшін есепті теңестіретін жақсы мүмкін. 23-ші минутта матчтағы екінші голды көруіміз мүмкін. Сонымен соққы! Есеп теңесті 1-1. Сәл ғана қалды. Эна Махмутович доптың ұшу бағытын тапты. Сол жаққа қарай секірді. Қолының ұшы сәл ғана жетпей қалды. 1-1, құрметті көрермен. Манчестер Юнайтед міне бірінші таймда есепті теңестіріп алу міндеті тұрған. Олардың алдында соған жетті бұл ұжым. Демек, бұл ширек финалдың ойынында барлығы басынан басталады деген кез болды. Баварияның пайдасына тағы да мінекей немістердің шабуылы. Айбалаңына берілген пас. МЮ-дің қақпашысы. Әуелете берілген пас. Қазір алыс бұрышта Баварияның ойыншысы бар. Соққы! Бик. Сонымен, міне жақсы пас алмасу Бавария футболшыларында бұрыштама. Соңғы минут басталды. Бірінші таймның соңғы минуты.
басталды. Өте жақсы пас алмасы. Қазір міне Манчестер Юнайтедтің шабуылы. Өте жақсы соққы. Мельвин Малар. Франциялық шабуылшы. Және қақпаман асырылған пас. Тағы да Шюллер. Леру кезінде Манчестер Юнайтедтің футболшылары қауіп төндіруге жақын. Шюллер бұрынғы командасына гол соқса тойлата ма деген сұрақ. Алты шабуыл. Абайлауға жет әуелете берілген пас. Бұрыштама. 4-1 финал ойындары 7 сәуірде басталады. Бірінші таймның аяқталуына сәл кішкене де болсын ойынның қарқыны қазір басылғанында 3 гол соққан және 3 нәтижелі пас берген. Ой, қалай айналып өтті қазір. Мельвин Малар. Қарсыласты шаңғаптыр. Баварияның шабуылы. Алыстан бағытталған соққы, дегенмен бұл соққы Тюлис үшін аса қиындық туғыза қойған жоқ. Қазіргі шабуылы, әуелете берілген пас. Ниязова. Сонымен міне Эмюдің шабуылы. Қайтадан төрешінің ысқырығы. Испаниялық төреші өте жиі. Ойыншы алмасады мінекей бар. Финалда сол турнир қожайына Австралияны 1-0 есебімен. Мельвин Малар. Ой, тамаша Линда. Елкесінде көзі бар адам сияқты. Қарымта ойын бір аптадан кейін өтетінін айта кетейік. 31 наурызда. Эмюдің жылдам шабуылы қазір құрметті көрермен, дегенмен пас. Сонымен әуелете берілген пас. Мария Луиза Гросс, сонымен қатар Лулия Круз Пайтнер, одан бөлек Стине Балисагер, Магдалена Эриксон, Таникава алаңға шығып қойды. Момоко, жапониялық. Одан бөлек Наталья Падилья, Габриэль Джордж, Элизабет Терлан, Сими Авуджо. Шықты Мельвин Малар. Мельвин Малар. Әуелете добастырды. Майя. Майя Ле Тесер. Тисер. Таникава. Міне Баварияның шабуылы қазір қауіпті болуы мүмкін. Қақпашымен бетпе-бет шықты. Есеп 1-2. Тағы да Пернилле Хадер. Тулис. Эмюдің қақпашысы әрине әріптестеріне наразы. Осымен екінші рет даниялық шабуылшыны Манчестер Юнайтедтің қорғаушылары жіберіп қойды. Мінекей Мюнхеннен арнайы келіп жанкүйер болып жатқан Баварияның да жанкүйерлерін көріп отырмыз. Мына жерде офсайд жоқ секілді, пас шығарып берген.
Имаде. Оң қапталда Линда Даль. Сол қаптал арқылы шабуыл. Енді Манчестер Юнайтедке есепті теңестіруға. Испаниялық легионері Баварияның. Джейди Ривери. Осы бір бұрыштамадан кейін әңгімемізді түйіндейтін боламыз. Тамаша гол! Манчестер Юнайтед гол соғу үшін міндетті түрде Бавария гол соғуы керек екен бүгінгі матчта. Құрметті көрермен, 2-2. Бұл жолы кім? Жолы таразбасын теңестірге. Ялға шығалам екен Бавария, қазір көреміз. Әзірге ортада бос кеңістік бар. Соққа өткен наша. Пернелли Хард Баварияның қақпасына. Лөнквист жақсы көтерді дегенмен орындауында. Таникава. Шамамен белгілі секілді бүгінгі ойынның. Таникава. Алыстан соққысы өте жақсы екенін көрдік. Бүгінгі кездесудің бас төрешісі. Реал Барселона 8 гол. Манчестер Юнайтед Бавария. Спаққа алу керек қазір толықтай Манчестер Юнайтед. Қолға берілген пас. Және Баварияның шабуылы. Және соққы! Есеп 2-3. Момоко Таникава бағана нәтижелі пас шығарып берді. Енді өзі гол соқты. Жақсы көңіл күйде қанша дегенмен Таникава. Азия чемпионы атанып келген ойыншы екінші таймда шығып нәтиженің барлығын жасап беріп жатыр. Нәтижелі пас берді Таникава. Жапон сұлуы деп айтсақ болады. Және үшінші